Теңізге ең ұзын шығатын жағалау сызығы бар әлемдегі топ 10 мемлекет. Қай елдердің жағалау сызығы әлемдегі ең ұзын деп ойлайсыз? Сонымен 10-шы орын Финляндия. Біртүрлі көрінуі мүмкін, себебі бұл аса үлкен ел емес. Бірақ оның жағалаулары өте қатты тілімденген. Сондықтан оның жалпы ұзындығы тұп-тура 31 мың километрге жетеді. 9-шы орын Бразилия. Ол әлемдегі ең үлкен 5 елдің қатарына кіреді. Алайда оның жағалау сызығы әрең дегенде топ 10-дыққа кірген. Бар болғаны 33 мың километр. 8-ші орын Филиппиндер. Ел аса үлкен емес, бірақ аралдық мемлекет. Көптеген аралдарының жағалауларының арқасында оның теңіз жағалауының жалпы ұзындығы шамамен 34 мың километр. 7-ші орын Норвегия. Мұнда Финляндиядағыдай көптеген фьордтар мен жағалау сызығының ерелендері бар. Соның арқасында теңізге шығатын жағалауы 1-53 мың километрге жетеді. 6-шы орын Австралия. Төрт жағынан да сумен қоршалған алып ел. Оның жағалау сызығының ұзындығы 66 мың километр. 5-ші орын Чили. Бұл ел өзінің тынық мұхиты бойымен созылып жатырған ұзын пішінімен ерекшеленеді. Мұндағы жағалаулардың жалпы ұзындығы 76 мың километрге жетеді. 4-ші орын Индонезия. Бұл әлемдегі ең ірі аралдық мемлекет. Көптеген аралдарының арқасында оның жағалау сызығы 95 мың километрді құрайды. Енді үздік үштікке көшейік. 3-ші орын Ресей. Ресейді бұл тізімнен күткен шығарсыз. Әлемдегі ең алып мемлекетте 110 мың километр жағалау сызығы бар. 2-ші орын Америка құрама штаттары. ақш Ресейден кіші болғанымен, әсіресе оның Аляскадағы қатты тілімденген жағалауларының арқасында, оның теңіз жағалауының жалпы ұзындығы 133 мың километрден асады. Айтпақшы, мен есімім Нұрмұхан. Әлемнің қызықты деректерін білу үшін маған жазылуды ұмытпаңыз. Ал 1-ші орында Канада. Оның жағалау сызығының ұзындығы ақылға сыймайтын 256 мың километрге жетеді.